Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгін біз егіншілік пәні бойынша 11-ші дәрісті бастаймыз. Дәрістің тақырыбы арамшөптермен күрестің химиялық шаралары. Қарастырылатын сұрақтар: гербицидтер және оларды пайдалану туралы жалпы деректер, ауыл шаруашылығы дақылдардың танаптарына гербицидтерді қолдану, гербицидтерді сүрі танапта пайдалану, арамшөптермен күресте электр қуатын пайдалану. Бірінші сұраққа жауап береміз. Химиялық күрес арамшөптердің өлуіне әкеліп соғатын химиялық заттарды қолдануға негізделген. Бұл заттарды гербицидтер деп атайды. Гербицидтерді пайдалану ауыл шаруашылығының тиімділігін елеулі түрде арттырады. Қазіргі егіншілікте арамшөптермен күресті гербицидсіз табысты жүргізу іс жүзінде мүмкін емес. Өндірісте талғап әсер ететін, жер бетіне шашылатын және топыраққа сіңірілетін гербицидтер кең таралған. Гербицидтерді талғап әсер етуі мәдени өсімдіктер мен арамшөптердің морфологиялық, биологиялық ерекшеліктеріне байланысты. Мысалы, астық тұқымдас өсімдіктердің, яғни дара жарнақтылардың жапырақтары жіңішке, сабаққа сүйір бұрышпен орналасқан, нашар ылғалданады, өсу нүктесі жапырақтар қынабымен жамылған. Ал қос жарнақтыларға жататын көптеген жалпақ жапырақты өсімдіктердің жапырақтары көлденең орналасқан, жақсы ылғалданады, өсу нүктесі ашық орналасқан. Гербицидтердің өсімдікке енуі, заттар алмасуын, белоктар мен көмірсутектердің түзілуін, тотығу мен тотықсыздану процесін бұзады. Хлорофилді ыдыратып, ең соңында өсімдіктердің опат болуына әкеліп соғады. Кейбір мәдени дақылдардың гербицидтерге төзімді болуы, олардың жасушаларына, гербицидтердің күшін жоятын ерекше ферменттердің болуына немесе гербицидте антидот қосуға байланысты. Гербицидтер ерітінділер, суспензиялар, эмульсиялар, түйіршіктер және ағатын құрғақ суспензия түрінде қолданады. Гербицидтерді ұшақ арқылы жер бетінде бүрку тәсілдерімен қолданады. Суармалы егіншілікте су арқылы пайдалануға да болады. Аз жылдық және көп жылдық арамшөптердің дара және қос жарнақтыларын жою үшін гербицидтерді ұштастыра немесе қоспасын пайдаланады. Мысалы, жүгері егісінде эрадикан тұқым сепкенге дейін және 3-5 жапырақ кезінде 2,4-д гербицидті қолданылады. Бидай егісінде трилат тұқым сепкенге дейін және 2,4-д түптену кезінде пайдаланады. Кейбір жағдайларда гербицидтердің қоспасы немесе гербицид пен тыңайтқыш, гербицид пен микротыңайтқыштарының қоспасын қолданады. Жүгері егістігінде эптан мен 2,4-д амен тұзының қоспасын пайдалануға болады. Еркек шөп егістігінде 2,4-д амен тұзын және аммиак селитрасын, суперфосфатты, амофосты, молибденді қолдануға пайдалы әсер байқалған. Және 2,4-д гербицидін пайдаланғанымен салыстырғанда еркек шөптен 21-36% қосымша өнім алынған. Алайда қойылған мәліметтеріне және өсімдіктерге тигізетін әсеріне қарай гербицидтерді әртүрлі мерзімде пайдалануға болады. Екінші, тұқым сепкеннен кейін дереу топыраққа сіңіру арқылы енгізу. Үшінші, мәдени дақылдар көктеп шықпай тұрып қолдану және мәдени дақылдар көктеп шыққаннан соң қолдану. Бесінші, өнімді жинағаннан кейін қолдану. Алтыншы, сүрі танаптарды өңдеу кезінде қолдану ұсынады. Гербицидтерді ұшақ арқылы, жер бетінде бүрккіштер арқылы қолданғанда пайдалы әсер ететін ауа температурасына, желдің жылдамдығына, жауынға, жұмсалған ерітіндінің мөлшеріне және гербицидтің өсімдік ткандеріне ену жылдамдығына байланысты болады. Арамшөптердің жер бетіндегі бөліктеріне әсер ететін гербицидтердің ең жоғары улылығы температура 18-24 Цельсий градус болғанда байқалады. Ауаның температурасы 25-30 Цельсий градус болғанда олар нашар әсер етеді. Ал 8-10 Цельсий градус болғанда әсері тіпті байқалмайды. Желдің жылдамдығы 4 метр секундына жоғары болғанда гербицидтерді шашуға болмайды. Ерітінділердің пайдалану мөлшері өте шағын көлемді гектарына 5 литрге дейін, шағын көлемді желдеткішті және ұшақ бүркіштерін пайдаланғанда 10-50 литр гектарына, шлангтерді, бүркіштерді пайдаланғанда 50-75 литр гектарына, әдеттегі көлемді 200-300
литр гектарына көп көлемді 300 литрден артық болып келеді. Гербицидтердің көпшілігінің адам мен жануарларға әсері төмен болса да, ол адамның денесіне белгілі бір мөлшерде тигенде улы заты әсер етеді. Сондықтан гербицидтермен жұмыс істегенде сақтық шараларын қолданған дұрыс. Жұмысқа кіріспей тұрып, жұмысшылардың қауіпсіздік техникасы жөнінде нұсқаулар өтіп, арнайы киім алу керек. Екінші сұрақ: ауыл шаруашылық дақылдардың танаптарына гербицид қолдану. Арамшөптердің әсерінен болатын өнімнің төмендеуіне 75-80% көпжылдықтардың үлесіне тисе, қалғандары азжылдықтардың үлесіне тиеді. Тек күзгі және көктемді топырақ өңдеу арқылы дәнді дақылдар мен жүгері егістіктерін көпжылдық атпа тамырлы арамшөптермен тазартуға болмайды. Ауыспалы егісте сүрі танапты енгізу күрестің тиімділігін күрт арттырады. Арамшөптермен күрес зертханасының сүрі танапта алыстаған сайын егістіктердің атпа тамырлы арамшөптермен ластануы жылына 2 есе артып отыратыны анықталған. Атпа тамырлы арамшөптердің санын арттырмаудың бірден бір жолы егістікте 2,4 д гербицидтермен өңдеу. 2,4 д гербициді амин тұзын жүйелі пайдаланумен қосшарнақты арамшөптердің саны күрт азаяды. Ал атпа тамырлы гербицидті 4 жыл сайын пайдаланғаннан кейін толық жойылады. 2,4 д гербицидін пайдалану мөлшері эфемерлер үшін 0,3-0,4 литр гектарына әсерлі заты, амин тұзы 1 килограмм гектарына әсерлі заты. Жаздық бидай егісіне гербицидтерді пайдаланудың ең қолайлы кезеңі оның толық түптену және түптенудің алдыңғы кезеңі болып табылады. 1 шаршы метр жерде қалуеннің 2-3 өсімдігі болғанда гербицидті пайдалану керек. Атпа тамырлы арамшөптер ерте өсіп шыққан жағдайда гербицид шашу жұмыстарын бидайдың түптену кезеңінің басында ұсынылған мөлшерді мұқият қадағалау керек. Зерттеулер ұзақ созылған жылы күзде егін жиналғаннан кейін қосшарнақты арамшөптерге қарсы 2 гектарына әсерлі заты 2,4 д гербицидін пайдалану тиімділігі екенін көрсетеді. Гербицидтерді күзде пайдалану арқылы толық жоюға болады. Топырақ қорғау егіншілік жүйесінде қосшарнақты арамшөптермен күресте біраз табыстарға қол жетсе, азжылдық астық тұқымдас шөптермен күресте жағдай басқаша. Көптеген зерттеушілер дәнді сүрі танапты ауыспалы егістікте астық тұқымдас арамшөптердің әсіресе тары тәріздес түрлерінің көбейіп келе жатқанын көрсетті. Қазіргі кезде астық тұқымдас арамшөптерге, оның ішіне тауықтары тәріздес түрлеріне қарсы қолданатын гербицидтің түрлері бар. Үшінші сұрақ: гербицидтерді сүрі танапта пайдалану. Сүрі танаптарда гербицид кең қолдануда. Оған мынандай жағдайлар себеп болады. Бірінші, жаппай және талғап әсер ететін гербицидтерді пайдалануға болады. Екінші, әсерін күшейту үшін гербицидтердің пайдалану әсерін көбейтуге болады. Мұны мәдени дақылдардың егістігіне жасай алмаймыз. Үшінші, гербицидтерді пайдалану механикалық өңдеудің санын азайтуға мүмкіндік береді. Бұл нейтрификация процесін төмендетеді, топырақ ылғалдылығын сақтайды және топырақты жел эрозиясына төзімдігін арттырады. Төртінші, гербицид пайдалану мен механикалық өңдеуді ұштастыра жүргізу ең зиянды атпа тамырлы арамшөптерді түбегейлі жоюға мүмкіндік береді. Бесінші, жағар майдың шығынын азайтып, топырақ өңдейтін құралдардың тозуын төмендетеді. Қазіргі кезде сүрі танапта арамшөптерді, әсіресе атпа тамырлы және тамыр сабақты арамшөптерді құртатын жаппай және талғап әсер ететін гербицидтер бар. Арамшөптерге біраз өсуге мүмкіндік береді де, одан кейін маусымның екінші жартысында 3-4 литр гектарына раундап өңдейді. Атпа тамырлы арамшөптерді күштірек басу үшін раундаппен 1 литр гектарына әсерлі заты 2,4 д гербицидінің қоспасын пайдалануға болады. Жаппай әсер ететін тобына жататын ураган гербицидін 2-6 литр гектардың мөлшерінде қолдануға болады. Арамшөптермен күресте биологиялық тәсілдер. Көптеген елдерде арамшөптермен күрестің биологиялық тәсілдерін зерттеу жұмыстары жүргізілген. Зерттеулердің негізгі мақсаты арамшөптерді табиғи жауларын іздеу, басқа жақтан әкелу және қоныстандыру болып табылады.
яғни оған фитофактар және ауру қоздырғыштар. Мысалы, күнбағыс егісінде сұңғылаға қарсы күресте фитомиза шыбынының қолданудың пайдалы тәжірибесі бар. Фитомиза шыбынын 30.869 гектар жерге жіберілді. Биологиялық тәсілді пайдаланудың нәтижесінде сұңғыланың 82-90% жойылды. Түйетікенмен күресте біз тұмсықты және басқа жәндіктерді пайдаланады. Біз тұмсықтың личинкалары түйетікеннің өнімділігін 89%-ға төмендетті. Сиыр жоңышқаның 3-4 жылдық егісінде арам союмен күресте тамыз айында альтернация саңырауқұлағын пайдаланылды. Аналық суспензияның 1 килосы 300-400 литр гектарына суға пайдаланып, 2-3 гектар жерді өңдеуге жетеді. Фитофактарды таңдау өте қиын, ұзақ мерзімде ойластырылып, сақтықпен жүргізілген дұрыс. Себебі фитофактарға мынандай шарт қойылады: өте терең мамандандырылған болуы, жауларының болмауы, жаңа жағдайларға жақсы үйренісетін болу керек. 4-ші сұрақ: арамшөптермен күресте электр қуатын пайдалану. Қазіргі уақытта арамшөптермен күресте электр тоғын пайдаланудың міндеттері зерттелуде. Зерттеулерге 2 бағыт жүргізіледі. Бірінші, арамшөптердің тұқымдарын жою үшін өте жоғары жиіліктегі электромагниттік өрістің қуатын пайдалану. Екінші, өсіп тұрған арамшөптермен күресте жоғары қуатты электр тоғын пайдалану. Электр жабдықтары кәдімгі тракторларға орналастырады және оны қуат алу білінен жұмыс жасайды. Электр машиналарының жұмысына гербицидтерді пайдалану шектейтін ауа райының қатты жел, ауаның жоғары температурасы, суықтығы сияқты жағдайлары кедергі келтірмейді. Пайдалы микрофлорада жағымсыз әсер байқалмаған. Электр қуатын сүр танаптағы арамшөптермен күреске пайдалануға жақсы мүмкіндік береді. Арамшөптермен күресте кейбір себептермен агротехникалық шаралар жеткілікті нәтиже бермегенде, ал гербицидтерді қолдануға болмаған жағдайда электр қуатын пайдалану қосымша тәсіл болып табылады. Қорытынды: арамшөптермен күрестің тиімділігі ауыл шаруашылық өнімділігіне тікелей әсер етеді. Гербицидтер кеңінен қолданылатын әдіс болғанымен, оларды қоршаған ортаға тигізетін ылғалын ескеру маңызды. Биологиялық әдістер кейбір арамшөптерге қарсы жоғары нәтиже көрсетеді де, оларды таңдау мен бейімдеу көп уақытты қажет етеді. Жалпы арамшөптермен күресте бір ғана әдіске сүйенбей, кешенді тәсілдерді қолдану қажет. Яғни агротехникалық, биологиялық, заманауи технологияларды үйлестіру арқылы экологиялық қауіпсіздікті сақтауға болады. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген, сұраққа жауап беруіңіз сұралады. Осымен дәріс аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.